Түркиядағы жер сілкінісі 198 сағаттан кейін тірі қалғандар табылып жатыр. Түркияда жер сілкінісінен 9 күн өткеннен кейін үйінді астынан тағы 3 адам құтқарылды. Түркияның оңтүстік-шығысындағы Kahramanmaraş провинциясының Дулкадироглу ауданында жер сілкінісінен 198 сағат өткен соң 2 ағайынды үйінді астынан құтқарылды. 14 ақпанда таңертең ондаған құтқарушылардың күш-жігерінің арқасында 17 жастағы Мухаммед Енес Енинар мен оның ағасы 21 жастағы Баки Енинар аман қалды. Жаралылар ауруханаға жеткізілді. Түркияның Адыяман қаласында тағы бір адам құтқарылды. 18 жастағы Мухаммед Джафер Четиннің орнын түрік әскерилері, кеншілері мен еріктілерден құралған құтқару тобы анықтады. 9 күн үйінді астында қалған жігіт ауруханаға жатқызу үшін дәрігерлерге тапсырылды. Айналаңда шығатын жер жоқ. Үйінді астынан аман қалған әйел оқиғасымен бөлісті. Түркияның Газиантеп қаласында бір отбасының 5 адамы, ата-анасы, ұлы және 2 қызы үйінділерден құтқарылды. Аман қалған 28 жастағы фармацевт Гизем Оскан оқиға қалай болғанын айтып берді деп хабарлайды. Телеарна мәліметінше аман қалған қыз үйінділер арасында 2 тәуліктей жатқан. Ең қиыны жер сілкінісінен кейінгі алғашқы сағаттар. Сен дем ала алмайсың, ауыр заттың астында қысылып қаласың, айналаңда шығатын жер жоқ, жан-жағыңнан қысылып қаласың, ал 1 сағаттан кейін адам үйрене бастайды. Дауыстар естіп аман қалуға мүмкіндігің барын түсінесің, есіңді жия бастайсың, деді Гизем Оскан. Хатай провинциясында үйінді астында 6 тәулік бойы жатқан 2 айлық нәресте аман қалған. Әлеуметтік желіде құтқарушылар нәрестені аман алып шыққан сәттің видеосы тараған. Түрік бауырларымызға қайғыра көңіл айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Маған подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар.